Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Ескелді ауданы әкімдігінің Баисов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің пандемия кезеңінде коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында мектепке оқу процесін ұйымдастыру бойынша бірыңғай қашықтықтан өткізілетін ата-аналар жиналысына қош келдіңіздер. Тақырыбы: мектепте қашықтықтан оқыту қалай ұйымдастырылады? Мақсаты: мектепте қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру туралы сынып ата-аналарын ақпараттандыру. Күн тәртібінде бірінші мәселе: ата-аналарға, яғни заңды өкілдерге арналған қашықтықтан оқыту жөніндегі ұсынымдарымен таныстыру. Екінші мәселе: қашықтықтан оқыту жағдайында оқу кеңістігін құруға қойылатын кейбір маңызды талаптар. Үшінші мәселе: оқушылардың күн тәртібі туралы. Төртінші мәселе: ата-аналардың жауапкершілігі. Ең бірінші сөз кезегін мектебіміздің директоры Ермұхан Қажыбаевичқа береміз. Құрметті ата-аналар, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының және COVID-19 коронавирусының пандемия деп жариялануына байланысты азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының барлық аумағында 2020 жылғы 16 наурыздағы төтенше жағдай енгізілгенін білесіздер. Қазір қашықтық форматында оқыту жүйелері сынақтан өткізілуде. Сондай-ақ кейбір сабақтарды телеарналар арқылы өткізу жоспарлануда. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты 2020 жылғы 6 сәуірден бастап біздің мектебіміз қашықтықтан оқыту жүйесіне көшеді. Осыған байланысты бейне сабақтар қазақ тілінде балапан телеарнасында, орыс сыныптарында еларна телеарнасында көрсетеді. Дүйсенбі, жұма күндері аралығында таңғы сағат 9:00-ден бастап 15:00 аралығында 1-11 сыныптың оқу пәндері бойынша. Сонымен қатар қазақ радиосы және радио классик байланыстары арқылы да беріледі. Мектеп ұстаздары интернет желісі арқылы онлайн порталы, білім лен.кз порталы, күнделік.кз, Zoom платформасы және WhatsApp арқылы сабақтар жүргізеді. Бастауыш сынып ата-аналары, балаларымызға сіздердің көмектеріңіз өте қажет. Осы желілерге қосылып, жұмыс жасауын үйретсеңіздер және балаларымыздың сабақ оқуын, үй тапсырмасын жасауын кері байланыс арқылы пән мұғалімдерімен, сынып жетекшілерімен байланыста болуларыңызды сұраймын. Құрметті ата-аналар, білім беруде ата-ананың рөлі өте үлкен. Балаларды тәрбиелеу, келешек ұрпақты тәрбиелеу мәселесі бүгінгі күннің өзекті тақырыбы болып табылады. Сондықтан жас баланың дамуында ата-ананың орны ерекше. Сондықтан да кез келген бала алдымен үлгіні ата-анасынан алады. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Осындай уақытша туындаған жағдайға түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін директордың оқу ісі жөнінде орынбасары Нұрсейітов Нұрлан Нұрсадығұлына беріледі. Уважаемые родители, со 2 апреля в школе для учащихся будет введено обучение в дистанционном режиме. Посещать школу дети не будут. Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием уроков педагоги школы будут давать в электронном виде задания на учебный день. Задание включает объяснение и закрепление материала. Порядок организации урока определяется учителем-предметником самостоятельно, но при обязательном онлайн-подключении для общения с детьми и использования различных бесплатных цифровых образовательных ресурсов и платформ. В первую учебную неделю в дистанционном режиме домашние задания по предметам не предусмотрены. Обучение ребенка в дистанционном режиме требует от вас учета некоторых правил для создания учебного пространства в условиях вашего дома. Вам необходимо продумать, где лучше всего расположить рабочее место ученика. Мы полагаем, что оно должно удовлетворять некоторые важные требования. Первое. Рабочий стол с оборудованием, компьютер, планшет, сотовый телефон, ноутбук и тому подобное должен находиться недалеко от естественного освещения.
Второе. Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме. Все технические средства должны быть расположены недалеко друг от друга, на расстоянии вытянутой руки от ребенка. Оборудование должно быть недоступно домашним животным. Со стороны ведущей руки, обычно справа, должно быть оставлено место для ручной работы ребенка на столе, для записи на бумаге. Уважаемые родители, если у вас или близких родственников есть возможность, проследите, чтобы во время онлайн-подключений общих чатов связи был выключен телевизор в комнате. Обеспечена тишина и рабочая обстановка. Постарайтесь в первое время наблюдать за работой ребенка на компьютере, процессом обучения в целом и целевым использованием оборудования и интернета. Это позволит избежать лишних проблем. Обязательно проконтролируйте время работы ребенка на компьютере. Желаю вам удачи. Баланың күн тәртібі туралы. Балалар қашықтықтан оқыту нәтижелі болу үшін ата-аналарға жағымды, отбасылық жағдай туғызып және баланың белсенділігіне ықпал ету қажет. Бірлесе үй тазалау, барлық отбасы мүшелері бірге дене шынықтыру, спорттық жаттығулар жасап, қызықты фильмдер көру, виртуалды мұражайлар мен театрларға бару, кітаптар, оқу және тағы да басқа балалардың жеке гигиена ережелерін сақтауын міндетті түрде қадағалау. Қашықтықтан оқытудағы ата-ананың міндеттері. Баламен бірге күн режимін жасау. Баланың қолдаушысы, кеңесшісі болу. Сабырлылық, шыдамдылық таныту. Жаңа тәжірибені қабылдау. Құрылғыларменен шама келгенше қамтамасыз ету. Балаға бағыт беруге көмектесу. Нені ескерулеріңіз қажет? Сабақтың басталу уақытын, яғни кейін кесте бойынша хабарлайды. Сабақ кестесі оқушының жұмыс орнына жақын жерде болуы керек. Сабақтар қатаң түрде уақытында өткізіледі, яғни кесте бойынша. Компьютер, телефон толығымен зарядталған болуы тиіс. Кешке дайындап қойған жөн. Балаңыз үшін арнайы сабақ оқу орны белгіленуі шарт. Сабаққа уақытында қосылыңыз. Сабақ басталуға 5 минут қалғанда. Балалардың жуынып, таранып, ұқыпты киінуі маңызды. Жатын киім мен халаттарда емес. Сабақ өтіп жатқанда бөлмеде қатаң тыныштық сақталуы тиіс. Сыртқы дыбыстарды өшірулеріңіз керек. Сабақ уақытында отбасындағы басқа балалар мен үй жануарларының кедергі келтірмеуін назарға ұстаңыз. Сабақ өтіп жатқанда, сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, онлайн сабақтан шығып кетпеуін назарда болуы керек. Егер мұғалім сұрақ қойса, компьютердегі арнайы тетікшені қолданып, қолыңызды көтеріп жауап бере аласыз. Zoom болған жағдайда. Сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, онлайн сабақтан шығып кетпеуі назарда міндетті түрде болуы қажет. Нұсқауларға назар аударыңыз. Оқушы мұғалімнің нұсқауларын қатаң орындауы керек. Мұғалімге сұрақтар сабақтың түсіндірмесінен кейін, яғни мұғалім сұраған кезде ғана қойылады. Сабақты түсіндіру кезінде ата-аналар мен балаларға чатта жазылуға тыйым салынады. Тек дыбыс болмай, естілмей қалған жағдайда ғана рұқсат беріледі. Ата-аналар есіне. Балаға жауап бергенде орнынан тұрудың қажеті жоқ. Мұғалімнің рұқсатынсыз суретке, бейне таспаға түсіруге, жүргізілетін сабақты әлеуметтік желілерде жариялауға қатаң тыйым салынады. Сабақ барысында ата-аналарға араласуға шектеу қойылады. Сабақта оқушының себепсіз қатыспай қалған үшін ата-ана жауап береді. Келесі сөз кезегі мектебіміздің психологтарына береміз. Қайырлы күн, қымбатты ата-аналар.
Сіздермен бірге Ескелді ауданының әкімдігінің Байысов атындағы орта мектептің педагог-психологы Қалқабаева Райгүл Қайрылғазықызы. Елімізде болып жатқан коронавирус пандемиясы сізді қатты алаңдататынын түсінемін. Осы орайда бұл жағдайға түсіністікпен, сабырмен қарауға шақырамын. Қиын жағдай болсын, бұл жағдайды да тиімді пайдалану өз қолыңызда. Себебі күйбең тіршілікпен бала мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынас едәуір алшақтаған. Осы сәтті пайдалана отырып, сіз балаңызға көңіл бөле аласыз. Осы орайда мектеп психолог тарапынан онлайн режиміне ауысқандықтан ата-аналарға арналған психологиялық кеңестерді ұсынамын. Бірінші кеңес: балаңызды жетістік пен дәрежесі үшін емес, сол қалпында сөзсіз қабылдап, жақсы көретіндігіңізді сездіртіңіз. Екінші кеңес: қателескені үшін баланы кекетіп, бетінен алмаңыз. Басқа балалармен оны салыстырмаңыз. Үшінші кеңес: баланың сұрақтарына жауап берген кезде шын және шыдамдылықпен жауап беріңіз. Төртінші кеңес: күнде балаңызбен жеке сөйлесуге уақыт бөліңіз. 5. Жас мөлшері әртүрлі адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіңіз. 6. кеңес: баланың әрбір жетістігі үшін мақтап отырыңыз. 7. кеңес: балаға баға бермеңіз, оның іс-әрекетін бағалаңыз. 8. Табысқа күшпен жетуге болмайды. Сондықтан балаңызға күш көрсетіп, тапсырманы орында деп талап етпеңіз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Балаңызбен бірге таңғы жаттығулар жасау, дұрыс тамақтану, би ұйымдастыру, аулаға серуендеуге шығу, кітап оқу, бірге фильм көру, үй шаруасына баланы тарту, өлеңдер жаттау, тәжірибелер жасауға шақырайық. Келесі сөз кезегі директордың тәрбие жөніндегі орынбасары Молбаева Мираш Мамырбаевнаға беріледі. Құрметті ата-ана, мен мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Молбаева Мираш Мамырбайқызы. Тәрбие адам баласына үздіксіз берілетіні өзіңізге мәлім. Оны белгілі бір сағатпен, сабақпен шектеуге болмайды. Дұрыс тәрбие балаға өмір бойы азық. Адамға ең бірінші тәрбие керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп ұлы ғалым, философ Әбу Насыр әл-Фараби айтқандай, балаға жан-жақты тәрбие беру біздің басты парызымыз. Өйткені бала тек ата-ананың баласы емес, ұлттың ертеңі. Бала тәрбиесіне байыптылықпен қарау әрбір ата-ана мен ұстаздың басты міндеті болып саналады. Баланың рухани эстетикалық, дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырудағы жанұяның ықпалы зор. Жанұя бала өмірінің айнасы, тәрбиедегі тірек болмақ. Сондықтан ата-ана баланың күнделікті өмірінің, соның ішінде бос уақытын ұйымдастыруда басты рөл атқарып, сол арқылы баланың тәжірибе жинақтауына негіз болып, қоғамдағы орын білуге негіз саналады. Елі саудың дені сау демекші, қоғамның бар байлығы, оның дұрыс жетілген ұрпақ екені белгілі. Құрметті ата-ана, біз де өз тарапымыздан жоспар құрып, сол жоспар бойынша бірлесе жұмыс жасаймыз. Елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйден шықпай білім алайық. Біз біргеміз. Құрметті ата-аналар, бейнебаянды көргеннен кейін осы бейнебаянның астына өздеріңіздің комментарийлеріңізді жазып, пікірлеріңізді білдірсеңіздер, және балаларыңыздың сыныптарын белгілесеңіздер. Осы бүгінгі жиналыста айтылған ескертулерді, айтылған кеңестерді естеріңізге салып, балаларыңызға жеткізіп, өз отбасыларыңызда талқыласаңыздар. Осымен бүгінгі біздің ата-аналар жиналысы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.